Қайырлы кеш, қадірлі оқырман. Демалыс күндеріңіз қызықты, мазмұнды өтті деп сенемін. Бүгін өлең оқымас бұрын байқау туралы бірер ауыз сөз айтқым келіп тұр. Менің көмекшім Гүлназ Әбдіғалиға видео жолдап жатқан оқушылар, ұстаздар, ата-аналар, ең алдымен қатысушылардың аты жөнін толық жазып жіберсеңіздер, қай қаладан екендігін, өте маңызды. Екінші сұрақ, оқырмандардан хат келген екен. Мен байқауға қатысушы емеспін, байқауды ұйымдастырушымын. Тамыз айындағы жобаға қатысатын жастарды қолдап, тікелей эфирге шығып, өлеңдерді оқып, видеолар түсіріп жүрмін. Бұл Абайдың шығармаларын жатқа білемін деген мақтаныш емес, дұрыс түсініңіздер. Ақынның шығармаларына насихат, оның өлеңдеріне деген махаббат. Және тиктокқа, инстаграмға жүктеу үшін өлеңдерді 4-5 шумақтан қысқартып оқып жүрмін. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез. Нұрын, сырын көруге көкірегінде болсын көз. Жүрек айна, көңіл ояу, сөз тыңдамас ол баяу. Өз өнері тұр таяу, ұқпасын ба сөзді тез. Әділет басқан елер ме, сөзге жуық келер ме? Түзу сөзге сенер ме, түзелмесін білген ес. Айтшылап жалынар, ұққыш жансып шабынар. Ұқпай жатып жалығар, ұйқыл ояу бой күйес. Абай Құнанбайұлы. Назарларыңызға көп рахмет. Алла қаласа, ертең тікелей эфирде амандықпен жүздескенше.